Әйелдеріне ажал сыйлаған еркек. Есімім Назерке. Елден ерекше дараланып жүретін қара қыз едім. Шашым ұзын қалың, арық келген бойым ұзын. Сабағымда жақсы шүкір. Сыныбымның топ басшысы едім. Менде барлық жақсы болды. Мен 5-ші сыныпты бітіргенде әпкем тұрмыс құрды. Көрші ауылға тұрмысқа шығып, кейін қалаға бөлек шығып кетті. Ал ағам мен 9-ші сыныпқа өткенде ағам үйленді. Жеңгем үйде көп қызмет жасамады. Әкем көп ішетіндіктен қорқамын деп ағамды ертіп, екеуі бөлек шығып кетті қалаға. Үйде әкем, анам және мен інім бармыз. Анам үйдегі барлық тірлікті жасайтын. Үйде мал бар, сырттың тірлігі, іштің тірлігі. Барлығы анама қарап қалатын. Мен болсам, сабаққа барып келіп, інілерімнің сабағына көмектесіп, анама анша-мұнша көмектесіп жүрдім. Бір күндері анам қайта-қайта құсып, басым деп ауырып жатып қалып жүрді. Оған қатты қорыққаннан мен анамның жанынан шықпай жылайтынмын. Анам, жылама, сен мықты қызсың, мені бұлай қорқытпа деп маған үлкен күш-жігер беріп отыратын. Анамның ауруы өздігінен емес, әкем 2 күннің бірінде ішетін. Ішіп келіп, тыныш жатса мейлі ғой, анамды төмпештеп ұра беретін. Арасында оларда ажырата алмай мен жүремін. Шыны керек, миым деген шашыраңқы болып, артық нәрсеге әуестенбеппін. Бар уайымым анам болды. Мектепте үздік оқығаны мен артық іс-шараларға қатыспайтынмын. Себебі, артық нәрсені ойлауға шамам келмеді. Ес білгелі көріп келе жатқанымыз, әкем анама жұмсаған қатты жұдырықтары, аяусыз тепкен аяқтары. Қыстың суығы, күндегідей сабақтан келіп, кешкі ас даярлауға кірістім. Анамның жағдайы күннен күнге ауырлай берген соң, тамақты өзім жасап жүрдім. Қатты қиынға соққаны рас, бірақ амал жоқ. Анам аман болсыншы деп күнде Құдайдан тілеп жүрдім. Бауырларыма қарайласу, үйдің де сыртың да тірлігі бәрі өзіме қалды. Сабағым да бар. Мен үшін бұл жыл өте ауырға соқты. Анам бір күндері тіпті нәр татпай қойды. Анашым, ішші, анашым тамақ ішші, су ішші деп әрең дегенде 1-2 қасық жұтқызатынмын. Ал әкемнің анамда жұмысы жоқ. Үйге келмегеніне біраз күн болған. Бүгін келіп қалар деп жолын тосумен жүрдім. Көрші ауылдан нағашы әжем тұратын. Болмаған соң сол кісіге хабарластым. Одан анамның ауруы туралы жасырып жүргенбіз. Әжем келгенде анамды көріп шошып кетті. Мен де жыладым, ол да жылады. Анам байғұстың жылауға да шамасы жоқ. Күзгі гүлдей солып қалғаны сонша, көзінде жасы да қалмағандай. Анама қарап, балаларға бас көз болыңыз деп айтуға ғана шамасы жеткендей, одан соң артық дем үзіліп, жүрегімізді қақ айырды. Сол күні әкем келді. Анамды қимай, зар илеп, жылап-сықтап жатқан мені көріп, тіпті жылама деп айтуға да дәті бармады. Еркек қой, көзінен бір тамшы жас та үзілмеді. Іштен тынып, өкініп өксіп жатқаны көздерінен анық көрініп тұр. Мен болсам, ақ анашымның о дүниеге аттанғанына әлі де сене алмай, жүрегім қан жылап, 2 көзімнен жас тоқтар емес. Анамды қанша дәрігерлер қарады, алайда ешкім нақты шешімін айта алмады. Осы күнді сезгендей, олар да бізге тіл қатпай, жасар амалымыз жоқ деп қысқа қайырды. Әжем бізге ашуланып жүрді, бірақ амал жоқ. Өлгеннің артынан өлмек жоқ. Бірақ ол кездері тым жаспын ғой, қатты қиналдым. Не бәрі 17 жасымда анамнан айырылдым. Ыстық алақанын әлі де аңсаймын. Анамды көмуге, қабірге апара жатқанда, артынан сүйретіліп ұстап, қолдарына жібергісі келмей, қанша жер артынан жүгіріп, құлағанша анамды аңсап, жер сипап қиналдым. Өз-өзімді ұстай алмадым. Анамның жоқтығына көндіге алмай, ішім алай-дүлей, аласапыранға айналып, жанымды қойырға жер таппай, анамды қара жерге тапсыруға батылым бармады. Бәрі жабылып, мені сабырға шақырып, үйге апарып тастады. Жындадамдай жылауымды қоя алмадым. Бәріне әкемді кінәладым. Әкемнің де жанын қойырға жер таппай тұрғаны анық. Жерлеуден келе сала тағы да бір жаққа кетіп қалды. Оған қарауға да мұршам жоқ. Не істесе де оны істесін. Әжем қайта-қайта маған тамақ, су әкеліп, мені жұбатып әлек. Байғұс әжем, өзінен бұрын қызы о дүниелік болды.
Оған да ауыр тиді-ау. Анамның қырқын өткізіп, біршама есімізді жиып алдық. Алайда, анда-санда отырып, көңілім түсіп жылап алам. Әрине, ол дұрыс емес. Бірақ анамның ендігі өмірде жоқтығын ойласам, жанымды қоярға жер таппаймын. Әжем үйде біздің жанымызда жүр. Бізді жалғыз қалдыруға қорқады. Себебі, әкем кез келген уақытта ішіп келуі мүмкін. Оған ешкім де жауап бере алмайды. Ішсе, әкемнен бәрі алыс жүреді. Біраз уақыт өтті. Көктем шығып жаз өтті. Алтын белгімен бітіріп, грантқа түсіп, өз күшіммен оқуға түстім. Тірі адам тіршілігін жасайды. Екі інімді әжемнің үйіне тастайын деп едім, әкем көнбеді. Содан оқуға документтерімді тапсырып келіп едім, әкем: «Қызым, сенімен ақылдасатын бір жағдай бар» деді. Әкеме қарап, не істеді, не бүлдіріп қойды деп әр нәрсені бір ойлап, миым сан-саққа кетті. «Иә, айтыңыз» дедім, әкемнің көзіне тіке қарап. Әкем сәл қымсына тұрды да: «Сен оқуға кетесің. Үйде інілерің бар, мал жан бар, өзің білесің. Үйге бір әйел адам керек» деді. Мен басында бірден ашуландым. Бірақ әкем айтқаннан қайтпады. Маған: «Амал жоқ, қызым. Мен саған ескерттім, бірақ маған үйлену керек. Анаңның артынан жоқтап айтып жүре бермеймін» деді. Оқуға кетпей жатып, әкем үйленемін деп жан-жақтағыларды шақырып, кішігірім құран өткіздік. Үйге өгей ана келді. Өзімен бірге бір қызы бар, бірақ оны үйге 1-2 күн жатқызды да өз төркініне апарып тастады. Ешбірімізге ауыр сөзі мен артық қылығын көрсетпей жүрді. Мен оны әдейі істеп жүр деп ойладым. Оқуға барып, әр сенбі-жексенбі сайын келіп тұрдым. Осылайша 1-2 ай өте шықты. Күн суыта бастады. Інілерімнен әр келген сайын әкемнің екінші әйелі туралы сұрап тұрдым. Олар оны мама деп айтып жүрді. Тіпті артынан қалмайды. Ал мен болсам, оған әлі үйлене салмай келемін. Бар тірлікті жасап жүр ғой деп, стипендиямнан артылдырып, қысқа киетін қалыңдау халатты алып бердім. Өте жайдары, әрі ақылды әйел екеніне көзім жетті. Оған енді мейірлене сүйсіне қарап жүрдім. Содан апта сайын келе бермей, 2 айда бір келіп жүрдім. Үйдегілер қиналып қалмасын деп, өзім қаладан жұмыс тауып, сабақ пен жұмысты бірге алып жүрдім. 2 айдай уақыт өткенде, сабақтан 2 аптаға демалыс алып, жұмысымнан да сұранып үйге келдім. Бәрі мәз-мейрам. Кешкі асқа манты жасадық. Ол кісіні жеңге деп атап кеттім, себебі ана деп атай алмадым. Тамақтанып болған соң, дастарханды екеулеп жинастырып жаттық. Әкем үйде жоқ еді, ішіп келіпті. Есіктен қисалаңдап кіріп, екінімді құшақтап сүйіп, мені де құшақтап, «Балапандарым менің, қошақандарым менің» деп ақырында жеңгеме қарай үстел үстіндегі шайнекті алып лақтырып жіберді. Мен аң-таңмын. «Әке, не істеп жатырсыз?» деп жеңгеме қарай жүгірдім. Қайта ішіндегі ыстық шай емес, демін алып қалған. Иығына тиді. Иығын ашып жіберіп, мұздай сүлгі тартайын деп едім, иығы қан талап кетіпті. Кәдімгідей таң қалдым. «Жеңге, не болған?» дегенде бетіне қарадым. Ол болса бірден жылап жіберді. Әкем болса сұмпайы қатын. «Менің бәйбішемнің орнын басамын деп ойлайсың ба? Балаларыма ана болып жарытпайсың. Көзіме көрінбей құры» деп тағы да қолына түскен заттарымен жеңгемді ұрғылап жатыр. Жеңгем болса жылаудан басқа амалы жоқ. Мен бұрынғыдай анам мен әкемнің ортасына түскендей, әкем мен жеңгемнің ортасына түсіп, жанымды қоярға жер таппай, әкеме қойлап, тамағым жыртылғанша айқайладым. 2 інім 2 жақтан аласұрып жылап жүр. Бұл түн біз үшін ауыр түн болды. Әкем үйден қайтадан шығып кетті. Жеңгемді келіп, қайтадан ұрмаса екен деп, оның қасына екінімді алып жаттым. Әкем сол күйі келмеді. Таңертең тұрдық. Бәріміздің көзіміз ісіп кеткен. Жеңгем таңғы ас даярлап жүр екен. Шайымызды ішіп, үйлерді жинастырып шықтық. Әкемді күттім, бірақ ол әлі де келмеді. Жеңгемнің қабағы солыңқы. Жанына барып әңгімеге тарттым. Оның бірінші күйеуі қайда екен сұрадым. Айтуы бойынша ауыр науқастанып, қайтыс болыпты. Машинаға красқа жағатын жерде жұмыс жасапты. Соның кесірі деп отыр. Өйткені ауруы тікелей өкпесіне болған екен. Әңгімелесіп отырғанымызда әкем келді. Жеңгем орнынан атып тұрды. Түрі бозарып, 2 көзі бадырайып кеткен. Әкемнен әбден қорқып қалған. Ортада менің жүрегім ауырып кетті.
Әкем тіл қатпастан үйге кірді де жатып қалды. Жеңгем артынан бармақшы еді, мен оны тоқтаттым. Бізге ойлану керек, алдыға қарай дұрыс жоспар құру керек. Әкем әбден күйзеліске ұшыраған дедім. Ойда жоқта жеңгем көзім қарауытып жатыр деп қолымнан ұстап қалды. Не болды дегенімше болмады, мұрнынан, құлағынан қан аға бастады. Қорыққанымнан әкемді шақырдым. Әкем тез арада көлікті оталдырып ауруханаға алып кетті. Бізге үйде отырыңдар деп кетті. Біраз уақыт өтті. Әкеме хабарлассам, тұтқаны көтермейді. Шамамен 4-5 сағат өткен соң әкем хабарласты. Не болды? Аман бөзі деп едім. Екінші анаңнан да айырылып қалдық деген суыт хабар жүрегімді тоқтатардай болды. Көбісі бұл жағдайды естіп, әкең әйелдердің ажалы деп жан жүрегімізден пышақ қадағандай айтып жүрді. Бірақ біз олай ойламадық. Мүмкін ажал шығар деумен ақталып әлекпіз. Үйге біраз кісі келіп, жерлеу рәсіміне кірісіпті кеттік. Бұл кісіні де қара жерге тапсырдық. Бұдан соң әкемнің күйзелісі мүлдем күшейді. Жұрттың сөзі бар, бірақ бұның барлығы арақтан деп ойлаймын. Арақты қойса, мүмкін барлығы жақсы болар ма еді? Нағашы әжем де келіп, әкеме біраз ақылын айтып, бұл жүрісің дұрыс емес деп ұрсып кетті. Көз алдымда екі ана өмірлерін қиды. Менің де психологиям бұзылайын деген сияқты. Екінімді ойлап, әкемді ойлап, мен де шаршадым. Құдайдың берген сынағына төзе алар ма екенбіз деп түндерде де ұйқыдан қалдым. Әжемдікіне барып, анам туралы естеліктерді айтып, біраз шер тарқаттым. Көңілім аулансын деп, қойларды өріске жайып, інілерімнің сабағына қарап, олармен ойнап, әр нәрсені бір жасадым. Бірақ болар емес. Бұл жолы әжем, сен қашанғы жүресің? Ертең күйеуге кетесің. Әкеңнің жанына серік керек деді. Мен де оны ойлап жүрмін, алайда қорқып жүрмін. Бір түрлі жаным дауламай жүр. Сонда да көрейік дедім әжеме. Бұл туралы әкеме шет жағасын айттым. Әкем үндемеді. Өзің білесің, енді маған бәрібір деді. Мүмкін осы бәрлі бірлігін доғартып, жаңа қадамға бастыратын біреу табылар деген ниетпен әжемнің айтып жүрген қызына жолығуға бардық. Бірақ әкемді ертпедім. Тек әжем екеуміз ғана бардық. 2 сағаттық алыс ауылда тұратын келіншек екен. Жүзі өте жайдары. Күліп сөйлеп қалған. Онысы маған ұнады. Өзі пысық келіншек. Алайда балалары жоқ. Түсік тастаған соң күйеуімен ажырасып, сол күйі әлі тұрмыс құрмапты. Менің әпкеммен жасты адам. Әкемді айтып көрдік, басында кездеспеді. Бірақ әжем балаларды жетімсіретпей, ана орнына ана болшы, тек тілегіміз сол деген соң ойын өзгертті. Әттең-ай, сол бір ісіміз бекер болды-ау. Үйінде жалғыз өзі тұрады екен. Ата-анасы кішкентай кезінде қайтыс болыпты. Барлығына өзі жеткен. Пысық екені көрініп тұр. Байсалды, сөйлеген сөзі нық. Не де болса, әкемді осы келіншек жөнге салады деп ойладым. Бірақ еркектерден әбден көңілім қалған деп басы төмен салбырап қалды. Үйге келіп әкеммен сөйлесіп, екеуін жолықтырдық. Екі ортада әжем екеуміз жеңгетай болып кеттік. Аралары жақсы болып түсініскендей болды. Әкем, жеңгеңнің қырқы өтсін, күн жылынсын, сосын үйге алып келемін деді. Әжем болса, нені күтесің? Ертең қызың оқуға кетеді. Ана балаларға кім қарайды деген соң, әкем зуылдап барып, үйінен осында алып келіп, шағын дәстүрдің ырымын жасап, отқа май тамызып, үйге кіргіздік. Енді көңіліміз жай тапқандай болды. Ол келіншектің есімі Әйгерім болды. Не деп айтамын деп жүргенде, ол менен көп жас кішкентай емессің. Есімімен атай бер деді. Оқуға кететін уақытында болды. Енді 1-2 айдан соң бірақ келемін деп інілерімді жұбатып тұрмын. Артынша Әйгерімге, әкемнің ішетіні бар, қорқып қалмаңыз, балаларға бас көз болыңыз деп кеттім. Жұмыс жасап, бір жағы оқуымды да ыңғайлап алдым. Азаннан кешке дейін барлығына үлгерем деп жүріп, денсаулығымды да сыр беріп, бүйрегім көп ауырып жүрді. Жатақханаға келе сала, шаршап құлайтын болдым. Ештеңеге де зауқым жоқ. Бір жағы үйдегілерді де уайымдадым. Не істеп жатыр екен деп. Хабарлассам бәрі жақсы деп артық әңгіме айтпайды. Інілерім де сені сағындық деп, оқуларының жақсы екенін айтып, қарнымыз тоқ, уайымдама деп қояды. Оған да шүкір. Жағдай бір қалыпқа түскен сияқты деп үйге бармай жүрдім. Арада біраз уақыт өтті. 1-ші курсты бітірдім. Бітіре сала үйдегілерге сыйлық алып, үйге қарай жол тарттым.
Асығып жолда түскен уақытында затымның бәрін шашып алдым. Көрген жұрт олжа келе жатыр, олжа десті. Оған мен де мәз болып үйге қарай келемін. Ауыл тым-тырыс. Үйге қарай жақындасам, үйде көліктер толып тұр. Адамдар жылап жатыр. Не боп қалды деп жүрегім ошып үйге кіріп жүгірдім. Жақындарым менімен көрісіп жатыр. Мен болсам түк те білмеймін. Не болды деп жан-жағымдағылардан сұрап жатырмын. Бірден үйге кірдім. Әжем екі інімді құшақтап жылап отыр. Әже, не болды? Қызым, сұрама. Жап-жақсы болып жүрген отбасының шаңырағы шайқалды. Әкең ішіп келіп, үйге бір жас қызды алып келіпті. Әйгерім әкеңнен мән-жайды сұраса, әкең сен де өліп қал, сосын мынаны алам деп айтыпты. Оны әкең ұялмай, қызармай бізге айтып берді. Есалаң осылай жасауға бола ма? Ол сөзі естіген жанында қыз Әйгерімді қолына ілінген пышақпен пышақтап тастапты, қашып кетіпті. Әйгерімнің сау тамтығы жоқ, жұрттың бәрі шошып қалған. Мына балалар да әбден шошып әлде жылап жатыр. Әкең жоқ, бізге мән-жайды айтты да, өздерің желей беріңдер деп әлгі қыздың соңынан кетті. Мен кәдімгідей таң қалып қалдым. Не болып кетті өзі, қалай болғаны? Әкеме не болды? Жүрегімнің бір түрлі болғаны осы екен ғой. Неге бұлай болып жатыр деп өзіме тоқтаусыз сұрақтар қоя бастадым. Бұл расында сәйкестік пе, ажал ма? Ойымды әжем бөліп, менің ойымша әкең әйел адамның ажалы деп тағы да айтты. Мен бұрынғы таңырқай қарағаныммен қатты таңғалмадым. Себебі әжемнің бұлай айтатындай бар. Үйге келген әйел адам қалай болса да, нендей жағдай болса да көз жұмып жатыр. Бұл жағдайға ешқандай түсінбедім. Дуа дегенді естігенмін, бірақ бұлай кім жасауы мүмкін? Мүмкін жай сәйкестік шығар. Осы ой мені жеп барады. Әйгерімді ақтық сапарға шығарып салдық. Оны ешқандай туысы жоқ екен. Жаныма бататыны сол. Біреу-міреу іздеп келемеді, біраз күттік, бірақ ешкім келмеді. 40-на дейін күттік, амал жоқ. Тағдырға не өкпе айтамыз? Бізден де, әжемнен де басқасының бәрі алыстап кеткен. Әкемді көрсе жұрт шошиды. Неге тағдырдың сыны бітпейді екен деп бір күрсініп аламыз. Жылай-жылай көзден де жас тоқтап, құрғап қалғандай. Менің де әлдірманым қалмады. Тағдырға, Алла тағалаға айтар сырымыз жоқ. Мүмкін болайын деп тұрған нәрсе осы шығар. Қанша әкемді жақсы жаққа өзгертуге тырысқаныммен ешбір мән болмады. Қайта мен олай талпынған сайын әкемнің мінез одан сайын өзгертіп, ішуін көбейтпесе азайтар емес. Әжем бізге біраз уақыт қолғабыс жасап, жанымызда жүрген. Бірақ күндердің күнде ажалым екен, бірден қан қысымы төмендеп құлап қалды. Әжем сол кеткеннен бізді тастап, алысқа кете барды. Бізге қатты қиын болды. Жанымыздың бір бөлшегін суырып алғандай күй кештік. Әпкем де, ағам да бізден алыстап кетті. Екеуінің де бөлек отбасы бар. Оларға барып көмек те сұрай алмадық. Ара қатынасымызды мүлдем үздік. Әкемді дұрыс әңгімеге шақырайын десем, қызым қойшы деп басын ала қашады. Әжемді қара жерге тапсырған соң өміріміз күндігізінше жалғаса берді. Әкеме үйлен деп айтуға қорқып қалдым. Мүмкін маңдайына жазылған жалғыздық шығар. Әкемнің өзі де оны түсінгендей. Мен әйелдердің ажалымын. Маған бір адам мен бір жаста қартаю жазылмаған деді. Ол сөзінен қатты қорықтым. Біздер төртеуміз, осылайша әлі де өмір сүріп келеміз. Бізге осындай тағдыр жазылыпты. Назарларыңызға рахмет. Өз ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдыра кетіңіздер.